басқыншылық етуге урынған бір дүнгеннің баласының арын қорғамақ болған бір кемпірді майзалап өлтіріпті. Бір жігіт айттырып қойған қалыңдығынан қауіпсініп жетіп келсе, қызбен жағаласып жатқан дүнгендердің үстінен түседі. Намысқа шыдай алмаған жігіт қалыңдығын арашалай бергенде, қыз бен жігіттің екеуін де бауыздап кетіпті. Осы оқиғаның алдында ғана жүйрік құлатын ханзулар тартып мініп кеткен Нұғыман жүзбасыны дүнгендер кәпірге ат тарту еткен дінсізсің деп бауыздап басын биік ағашқа іліп кетіпті. Қойшы айту, осындай сұм хабардың күніне жүзін естисің. Марулың бес саладан аттанып, қомдағы орыс қалмақ жасақтарына жазалау жорығын жасаудың алдында, Бауыршынның батысындағы Жанаттың көрген күні осы болатын. Мұны сол кездегі осы оқиғаларды өз көзімен көріп, ішінде болған Алтай Қобдаға атайгілі ақын Ақтан Бәбиұлы. Атысты неше жылдай Қытай дүнген, дүние қолдан кеттау кімде-кімнен. Қару жоқ, хайласы жоқ байқұс қазақ, әркімге бола бер дау, қаймалынген деп суреттеген болатын. Мезгілсіз соққан құйындай Алтай тұрғындарына кәпір мұсылман деп таңба басқан дүнгендердің көзсіз қылығына қарсы, басынан сөз асырғысы келмейтін орыстардың бүйрегі безденіп, беліне балтасын қысып шыға келді. Қалтон шұңқыр келтекейдегі шылғи, надан, қыл-құрт кержақтар, талай жылдан бері бірге тіршілік етіп келе жатқан қазақтарға, ой тамырлар, арамыздан қыл өтпес тату етік, мынау қиын болды, сырттан келе жатқан қауіпке бірлесіп қарсы тұрып, жан бағайық, сол үшін пәлен жерге жиналып ақыл құрайық деп, алдағанын алдап апарып, байлап матап қойып қырды. Ал алдай алмағанын кез келген жерде кескілеп өлтіріп, түгел орыс қомға жиналды. Орыстың сілекейі қазақ даласына сонау бірінші Петр заманынан бастап шұбырған. Бәлкім одан да ары болар. Тұс-тұс жаққа қарай шұбырған сол сілекейдің үзілмеген бір ұшы, шұбаған бойы төменгі Алтайдың теріскей беті, Бұқтырма өзенінің бойындағы Әбдікерім болыстың арғы аталары заманында Қаратай руының байырғы мекені Шыңғыстайға дейін келіпті ғой. Орыстың отарлау саясатына қай қазақтың қамшысы көлденең түскен. Ол қай қазақтың өкпе панасын елеп ескерген. Ең ақырында көнсе де көнбесе де көнген Қаратайлар орыстың ойына келгенін істегені осы. Жанды Құдайға, қонысты орыстарға тапсырып жүре тұрайық. Түбінде бір бұйрыққа тоқтар деп, Катон қарағайдан ортасынан ойып орын беріпті. Сөйтіп, Қаратайлар орыспен құда тамыр болмаса да, тамыр таныс болып күн кешіре бастапты. Солайда солай кейде керісіп, кейде келісіп, 20 ғасырдың басына таман жеткенде, әзер сыйып жүрген дүниеңіз астан кестең болып шыға келді. Совет заманына келіп 30-шы жылдарға аяқ басқанда, адамдардың қасқасы ұлтқа қарап айырылмайды, тек табына қарап қана айырылады деген асау айғай шыға келгенде, Шыңғыстайдағы орысың болсын, орыстан қарамай иісі сіңген Қаратайың болсын, тап күресінен тым тырақай қаша жөнелді. Аққаба басындағы шекарадан өр Алтайға қарай ағылдай келіп. Шашылған несібені тауқша терген Қаратай мен орыс Бұқтырманың сілемінде тұрған қомға келіп, қосағын жазбай іргетебеді. Байқаса, кең қолтық Қарақоңыр хан әулеті ішшия қоятын емес. Сонсоң, орысың беліндегі қара балтасын қайрап жіберіп, қомның қалың қарағайына ұшпа шегірткеше тиіп, қалан қайсы десе мынау дейтіндей шатырлы сарайларды салдай келіп. Сонымен не керек, көк найза мен арпадан ашытқан самогогын ішіп қарнын сипап жата берді.
Орыстан көргені бар, қара балтасын қайынға саптап, киізбен қаптап, қанжығасына байлап жүретін қаратай жігіттері де, орыстардың қатарынан құдды сол сияқты қазақ посылкасын тұрғыза қояды. Самогон тартпаса да, іркіті мол қом оларға да жағып кетеді. Мінекей қомдағы орыс қазақ қашқындарының жаңа тіршілігі осылай басталып еді. Әсілі адам балалары біріне-бірі жау болуға тиіс емес еді. Әлгі шайтан патшағардың отынан өнген, мен өзім дейтін құлғананың құрты кімнің көзі қызыл болса, соның жырмышына кіріп алып, қатар келе жатқан екінің біреуін қайсы де ат бойы болса да оздырып шығарып отырыпты. Соң кейін қалған сордыны қайта айналып келіп, сен тұмадан тудың ба, ананың артығын тартып ал деп жатып кеп жаниды екен. Пәленің басы міне осыдан басталса керек. Көзі шегіне жетіп шелейіп қызарған мажұңйыңдар Шенжанға қолғананың құртын дәл осы әдіспен өрбіткен болатын. Өздері мұсылманшылықтан 3 күн бұрын туған мажұңйың тобы, дүниедегі ең таза нәсіл мұсылман, жер бетін кәпірлер қауымынан аластау керек деген уасуаны таратып кеп жібергенде, елдің бәрі Құдайдың үйін көріп келген өміртай емес, қара қойдың келдесі мен Құдайдың пендесі деп жығыла беретін қазақ. Істің жөні шынында осылай болса керек. Әйтпесе жеңшуырын, өйжіңголар неге қазақты қан қақсатады деп, ақ кепештілердің соңынан соқырларша ере жөнелген. Сондағы ең соңғы нәтиже бүгін қомнан келіп шығып отыр. Енді аласталмаған қом ғана қалды деп, әу баста өзімен істес болған бір бөлім қазақтарды ертіп алған Марұңлыңды, Буыршын суының батысына өтпекші екен дегенді естіген қомның орыс қалмақтары қосып алып, ал ендеше деп баяғыдағы өзімен мұңдас болып бірге келген қаратайларға тап береді. Жиын ашып ақылдасамыз деп қаратайлар жігіттерін бір сықылатқа қамап алады. Сыртқа кеткендеріне дейін іздеп жүріп алып келеді. Әйтеу қырған соң қайтып көктемейтіндей қылып құрту керек деп, ұл балаларды тінтіп жүріп алып шығады. Соң ет азығын даярлайтын заводқа айдап барған сойыс малындай шетінен 2-3 алып шығып, қосақтап алып, найзалап өлтірген бойы әлгі келтекейдегі сияқты қомның суына лақтыра береді. Дегенмен пенденің бәрі тас жүрек емес сияқты ғой. Адам баласы біріне бірі жау болмауға тиіс дейтін, Інжіл тәлімін ұстанған бірнеше жасамыс орыстар, Тоқай, Көксөген, Қортай, Өркі дейтін 4 қазақ жігітті жендеттерден жасырып алып қалады. Өлтіруге тиісті адамдар таусылғаннан кейін, қаратайлардың қалған қатын балаларын қар үстімен айдап отырып, Аққабаның басындағы ен шекараға апарып тастайды. Су ішері бар әлгі 4 жігіт, тағы бірнеше тірі қалған ұл балалар, қыз келіншек болып жасанып алып, әйелдермен бірге кетеді. Кейін орыстардың сол жазда Қом, Шұңқыр, Келтекей, Сұмдайырық сияқты жерлерден өлтірген қазақтардың санын жиғанда 180 неше адам болыпты. Жазалау жорығын жасап келе жатқан дүнген қазақ әскерлері Қомға таяп қалғанда, орыстар Буыршын Қаба елдерінен талап алған мың-мыңдаған қой жылқыларын, Қароспанның 700 ақ жылқысы да осының ішінде. Мықты қарауылдар мен ақкүңгөйті 3 тас болбадай сарғамырларға орналастырып тастады да, өздері Қомды тастап, емегейтінің құс ұшып құлан жортпас биік шыңдарына шығып бекініс жасап алды. Ендігі кезек Құдай Федесейден жарылқасын деп, орыстардың ішіне қаңқалақтап жетіп барған 40 үйлі Байғазанға келіп еді. Оларды ала жаздай бір-бір бұзаулы сиырмен жалдың үйіне қамап тастаған. Бір күні бірнеше орыс келіп,
Емегейтідегі жайлауларыңа көшесіңдер. Ол үшін алдымен бұлалғаннан көпір салып алу керек. Қазірден бастап біткен еркектерің сол көпір салу жұмысына барасыңдар деп, іске жарайтын еркек кіндіктіні айдай жөнелген. Ажалы жоқ байғазандар, итжығыс түсіп жүрген алыстың қазақтар үстіңгі жағына шыға қалған мезгіліне тура келіпті. Әкім батырлар мен тәутіктер енді бір күн кешіксе, бұлалғанға айдап апарған байғазандардың қаны сөз жоқ қанас суына қосылып ағатын еді. Бұл кезде бұлалғандағы байғазандардағы қыруға белгіленген орыстар ғана емес, бағанағы қалың малды қорғап жүрген орыстар да емегейтіңе зытып берген. Сөйтіп, қалың малда, қырық үй байғазан да дүнгендер мен әкім батырлардың қолына өтіп болған. Міне, дені бір қарындастарың келді ғой, ажалдан қалған қазақтарды жарылқайтын шығар енді. Тауғымар қазақ әскерлері қарауылдап Сарғамыр, Болбадайдың шоқысына шықса, ту-ту сонау Аққабаның басынан түтін шығады. Дәуде болса, солай қарай қашқан орыс шығар деп барса, баяғыдағы жаяу айдап тастаған Қаратайдың қатын балалар екен. Беттеріне ісік жүріп, есі кеткен бейшаралардың қолдарында бір-бір үшкір қазық. Шамасы барлары бек сарана қазады екен де, шамасы жоқтары кеңірдектен сылық өтетін шөп болса қылғи береді екен. Ендігі талас Мұхаммедтің ақ туын көтеріп жүрген дүнген мен қазақтан шықты. Жесір қалған әйелдер, Құдайға мың шүкір, мұсылман баласының қолына жеттік деп, тәубесін үйіріп жылап жүрсе, дүнгендер көдеге сүрініп жүрген әйелдерді арық тоқтыша бірден шатырына сүйреп қуаныпты. Сонда ғой, әкім Әбдірасул тәутік батырлардың: «Бүйткен мұсылмандықтарыңа болайық. Анық кәпір сендер екенсіңдер. Құдай қайда, иман қайда, намыс қайда, ар қайда? Мынадай шегі шұрылдап, бет аузы көл-күлдеп тұрған құл әйелдерге қай беттеріңмен жармасасыңдар? Болмаса, тұрысатын жерлеріңді айт» деп оқ шығарса жаздағаны. Марұңлыңның әкім батырдан жүрегі қайтқан екінші бір жері осы болды. Әнеу күні Бессалада ұшып бара жатқан екі үйректі түйреп атқан әкім, енді ашуланса түбімізге жетер деп, дүнгендерінің сұғанақ қолын еріксіз тыйды. Сөйтсе, дүнгендердің осы қотыйым мінезін ұлы кәрілер бұрыннан біледі екен. Қазаққа арашашы боласың деп әкім батырларды дүнгендерге бекер қоспапты ғой. Қайсы жауы жеңілді, қайсы жауы қалды, әзірше оны ойлаған қаба буыршын жоқ. Тірі қалғандармен тірідей көріскенне, өлгендеріне жақсы сөз айтып, Құран оқығандарына қуанған қазақтардың бір шаттанған жері осы еді. Қан талауға түскен мал екеш малда үйренген мекендерінің шөбін иіскеп, аунап-қунап жіберді. Дүнгендермен бірге жүрген өргерейінің батырлары қазақ болғалы талай шапқыншылықты көріп еді. Дәл мынадай өз мекені өзіне нәпақты болғанын көргеніміз жоқ еді. Мұнан кейін ауа көшу керек болса, аспан асты кең ғой, адымды тым қысқа алмау керек екен десті. Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, Әз Тәукенің жеті жарғысы дегендер дүнгендердің құлағына домбыра шерткенде естілер емес. Алаштың телімі деп шығарылатын сыбағаны да білмейтін немелер екен. 500 атты басқа ұрып санап алмай тұрып, өмір-тайға жылы шырай білдірмеді. Сарсүмбеде сарылып, биғажы жатса, Боғыршынның шығысында сұрақтан сұраққа тартылып, көр қысқандай қысылып, байғара құланбай жатса, батысында қынадай қырылып, жәнат жатса, елдің елдігі дейтін қасиетті атаудың енді несі қалды? Дегенмен, елдің елдік сәні кемісе де, ердің ерлік қайраты
қап түбінде жатқан асыл темірдей датпаспайтын, өз қасиеті өзіне басқа бір зат екен. Көктемде бұқамас, көктоғайда молқымас деген бір тәмсілді Керей баласы қаңқу үшін айтса да, тегін тауып айтса да, әйтеу тайға таңба басқандай қылып отырып айтыпты ғой. Егер көктоғайда молқымас болса, ар жағында шіңгілде жатқан қарақас қайтып қарап тұра алады. Молқының буына болса да елтетін шығар. Өйткені шу жаласып туғаны рас болса, бір құрсақта өткен екі ұрпақтың құлқы басқа бола қоймас. Бұларға сөйлетсең оны қойып, жәдік жәнтекей шеруші бір кезде көзге түрткі үш жетім еді. Біздің ата-бабаларымыз табағының шетіне шақырып тұздығын жалатпаса, ықылас ауып маңдайынан сипамаса, үш жетімге бұл күннің ауылы алыс еді деп, иықтарын көтеріп қояды. Бәлкім, бұл күндері аңызға айналып кеткен осы сөздерді шындықтың бір жұрнағы бар да шығар. Өзге керей қойдан қоңыр жылқыдан торы болып момын туғанда, қарақас молқы баласы қалайша масаңдар қауымына тәм мінезге бейім. Десе медеуге дайын. Дырау қамшы қолынан түспейтін ат жалын құшып, ылғи алдыңғы жақтан бой көрсететін болып туды екен. Қымыздың кеселі делік, сонда жазда ішкен қымыздың желігі қаңтарға қайтып жетеді. Әсілі қанында бір тектілік болса керек. Бұрынғылар қандағы тектілік жеті ұрпақтан болса да бір тесіп шығады деуші еді. Әйтеу Мәлік Жанат жанын арашылап қалған Әкім Батырды сол тесіп шыққан текті ұрпақтың нағыз өзі екен деп бір мойындауға мойындады. Ал буыршындықтарға сөйлетсең, баяғыда Керей ұлысын быт-шыт етіп, ата қонысымызды тартып алып, Шыңғысханның соңына ергендердің көкөсін кейін көзіне көрсетіп, Қалба тауынан Керейді бастап қайта көшіп келген батырлардың ішіндегі молқы естаған қарақас Қаптағай батырдың өзі осы әкім болып жүрмесін. Егер бүкіл алашқа сәмек бітімі дейтін жолды үлгі етіп таратқан сәмек, осы молқы сәмек болатын болса, садаған кетейін Әкім Батырға Керей аруағы разақ шығар. Мына Әкім Батырда ажы төреге әлек салған арқалықтың бір ашуы бар болар. Осының өзі дәуде болса, туғанда көзін ашып туған жоқ бекен. Әйтеу егіз туса да, сегіз туса да, бір туа қалған жақсының сирағы деген осы. Жыртылып болған елдің елдігін жамаған ердің ерлігі деген де, осы Әкім Батырда айтсақ болады десті. Әкім Батыр қамауда қалған буыршын қабаның жәдігі үшін жанын салғанымен, марулың үшін жақсы істеп берген жоқ. Қырсықтың ең үлкені, талай ақтамақтың астынан еркін демалармын деген марулыңның шикі қиялын ылғи селге кетіріп, маңдайы тайқы біткен немені шөміштен қақты да отырды. Бұдан үлкен қорлық бола ма? Ал марулыңның сілекейі құрғасын деп уақыт тосып тұра ма? Алтай өңірінде елеулі өзгерістер бірінен кейін бір туа берді. Марулыңнан кейін Сарсүмбеге 200 әскерін бастап Махиың келіп кірді. Ол тегінде Мажұңюңның өздерінің тілі бойынша айтқанда, Гаусиліңнің қазақшаластырып айтқанда, Каслиңнің қол астында істейтін полк бастығы болатын. Мажұңюң алғаш рет 1931 жыл Шинжаңға кіргенде, Махиың да бірге келген. Мажұңюң жаралы болып Шинжаңнан шегінгенде, Махиың да көп олжамен Жиучанға шегініп барған. Мажұңюң қайтып барып армиясын реттегенде, Махиың тағы да Мажұңюңның қарауында қалып, 1933 жылы тағы Шинжаңға келген. Ол қазір Мажұңюңның орынбасар дивизия бастығы. Мажұңюң бұл рет
оны 6 ай жұмысын жүргізуге жіберіп отыр. Осы барыстарда Мажуньюңның темірдей тәртібі Махиңға көбірек сіңген адам ұқсайды. Оның Марунлуңнан парықты жері, әскери адамның күнделікті тіршілік барысында кезігіп отыратын әуейлік комедиясының артынан ере беруді жақтырмайды екен. Қызбалыққа салынбайтын ұстамды байсалды адам сияқты. Өзінің алдыға қойған мүддесіне сай, уақыт талабына үйлесіп, ширақы жұмыс істейтін көрінеді. Өзі елеусіз деп таныған, істесе де, істемесе де болатын істерді күн тәртібінен шығарып тастап отырады екен. Оның ойынша, құны төленіп болған өміртайды бағып отыру басартық жұмыс болып сезілді. Көзін жоғалта салуға қазақтардың назарындағы бір жасамыс жан екен. Кейінгіске кесір тиіп жүреме деп қорықты. Қоя бере салғанда, елді үркітер қауқары жоқ, осы кәрі тулақтың қолынан не келер еді? Ең жақсысы, құдаси жолымен жолға салу деп қорытқан ол, бір күні өміртайды алдына шақырып алды да, ұстараның дүзінде тұрған дүниенің райына бағып, біздің кісілер сізді біраз аялдатқан екен. Оған ренжіп, кәріңізді төкпеңіз. Мұнан кейін шамаңыз жетіп жатса, біздің ісімізді қолдаңыз. Халықты дұспандар тарататын өсек аяңға ілестірмеңіз деп, аз ғана сый-сияпат беріп үйіне қайтарды. Ыртың-жыртыңы көп бейкештей, бір күн алдын, бір күн артын көрсетіп тұрған заманда қазақтың шаруасы не? Ақыры қажының салауаты басып түсіпті. Дүнгендер шайнамай жұтуды ойлап ақ еді. 40 қылғынса да, Құдай артық жаратқан қажекең кеңірдегінен өтпей, аман есен елге қайтып оралды деп, байғара құланбай тағы да айғұлақтана қалды. Бірақ олардың айғұлақтануы тым ертерек еді. Қомға жасаған жазалау жорығынан Марулыңның сағы сынып қайтқаны мен, Махиңның сауырдағы Шәріпқанға деген ашуы қабын баса қайтқан жоқ болатын. Оның шығыс жақтан Алтай өңіріне кірудегі әуелгі мақсаты, Алтайдағы қозғалаң көтерген дүнгендерді ілестіріп, Алтай Тарбағатайды түгел қолға қондырып, Үрімжі төңірегіндегі Шыңшысаймен кескілесіп жатқан Мажуньюңмен сәйкесу болатын. Осы мақсатына жетуге сауырдағы Шәріпқан көлденең түсе қалды. Ендеше, алдымен сауырдағы Шәріпқан мен Бұрхандай қара сүйелді кесіп тастау керек. Міне, Махиың қазір осы мүдденің соңында барлық айла тәсілдерді жіпке тізуде. Шабуылдың аты қайткенмен шабуыл ғой. Әзірліксіз кірісуге болмас. Ең қиыны, атысатын жауда қазақ, қол астындағы бағынып отырған бұқарасы да қазақ. Аузында айтқаны болмаса, Шынтуайтқа келгенде, қарғаның көзін қарға шоқи қояр ма? Екі қошқардың басы болса бір сәреді. Бір қошқардың басын екіге бөліп, сүзістіруді қай жолға сыйғызарсың? Екіншіден, дүнгендердің әлдісі де, ашарығы да сар сүмбегі менің төңірегіме жиналды. Бала шағасымен 2000-ға жуық адам болды. Бұл топ көбейтуге бар болғанымен, тамағын тойғызудың өзі бір жұмыс. Шұбатылып жүріп, жауға қалай қылыш сілтерсің? Ат көлік, азық түлік керек. Ал үшіншіден, біз атысқалы отырған жаудың ар жақ іргесінде Совет жатыр. Ол қазір Шинжаңның өлкелі үкіметін танып болды. Шәріпқан титықтап бара жатса, ар жақтың орысы тондаударып киіп алып, көгедайлап шыға келуде ғажап емес. Оның үстіне қылышын сүйретіп қыс келеді. Осының бәрін ойлағанда Махиңның терісі тәпті тарылып кетті. Тарылғанымен қан майдан қол қусырып қарап тұруды көтермейді. Олай болса, тарылған теріні алысып жұлысып жүріп кеңіту керек. Менің терім тарылғанда,
Шәріпқан жастықты биік қойып ұйықтап жатпас. Мейлі, шыдамаса жарылып кетсін. Нар тәуекел деген жерге келген махың ең шұғыл шараға кірісті. Бір бөлім адамдарын Бұқат, Шинжаңның шабармандарын қосып, жаңадан салық жинауға таудағы қазақтардың ішіне шығарды. Қазақтар дегенмен бұрынғыдай ұтығы-тұғымен сыбай жүрген қазақ жоқ. Бәрі де жылдағы төргі жайлауларына шыға алмаған, орта жайлауларда ылғи үрей теңдеп босып жүрген малшылар. Бір дүрмек шыға қалғанда, бір адым мына сайдан ана сайға үркіп барса, екінші бір үркінде оның жұртына тағы бір ру келіп қонып жатады. Миша былығып кеткен ел. Бұрынғыдай өзіне қарасты елін ұршықша иіретін зәңгі залың жүз басылар жоқ. Үйірінен айырылып қалған құлжаның текесіндей әр жерден өздерінің ғана төбесін көрсетіп қалады. Өткенде мұндайда қыз көп туса заман тыныш болады, ол көп туса заман мазасыз өтеді деп, сол жылдар туған нәрестелердің ол қызын айырып шығады екен. Биыл наурызда Байғараның есепші бараны Тәукебай бір есептеп көріп, былтыр туған баланың ұлы қыздан бір есеге таяу көп екен дегенде, үлкендер әй қалай болар екен деп жағаларын ұстаған. Қазақтың ұлынан гөрі қызын көбірек еркелететіні де тағы да осындай бір негіз бар екен. Осындай есер жылдарда осымен бірге жақсылықтың нышанынан дәме қылып, балалардың ойынын да аңдайды екен ғой. Бала көргенін істемей қоя ма? Ол жүгірмектер биыл керіне бағып, жақ болып төбелесіп кеп жататын болды. Әнеу күні қалың ауылдың біткен баласы жиылып алып, ақ жейділерін ағаштың басына байлай салып, жоталай жөнелген екен. Жотаның ар жағында отырған ауылдар ойбай келіп қалды деп қырылып жойылып, қара бұтаның ішіне қарай тұра қашқанда, бірнеше кемпір шал қорыққа жығылып мертігіп қалыпты. Қазақтардың тау таста бей-берекет үркіп жүргені дүнгендерге болып берді. Ел ішіне шыққан әскерлер өзі би, өзі қожа, кез келген қазақ ауылдарын киіп әкетеді. Әкім батырлар жалдың үйіндегі байғазандарды орыстың аузынан айырып қалғаннан кейін, Кәрәмбі ауылының тағанын Шұңқырдың паромынан өткізіп, Байғара Құланбайларға келіп қосқан. Бұл ауылдар қазір әкім батырды, сен кетсең бізге қатер деп жығыла жабысып жібермей отыр. Ол өзге жасақтарын қайтарып жіберсе де, Жүніс Пәйжан бастаған 10 адамын өз жанынан ажыратпай келеді. Дүнгендерге де жан керек екен. Әлгі салық жинауға шыққан бейбастақ дүнген әскерлер әкім батыр жатыр деген ауылдың сыртынан жас келіндей айланып өтетін болды. Әкім батырдың алысырақ жерге кеткен орайынан пайдаланып, бір күні Биғажының ауылын дүнгендер келіп шаппақшы екен деген өсекті ду еткізді. Әбден зәтте болған Қылыш Тәйжі, Әбілмәжін долда залыңдар бір баласын ертіп алып, үйреніскен жау атысарға жақсы деп, қажыны жұрт аңдытып тастады да, тағы бір шыңға барып паналады. Айтқанындай ертеңінде түске таман 5 дүнген әскер Өміртай ауылына қандарын ішіне тартып жетіп ақ келгені. Келе сала аттан түспей жатып, Таңсыжан бар ма деп сұрады. Соның арасында оның өзі де қаңқалақтап жетіп келген. Әскерлер оған: «Сен қазір ешқайда кетпейсің, біраз шаруамыз бар», деді де ауыл адамдарына: «Біз бүгін осы ауылға қонамыз, үй тігіп азық даярлаңдар» деп әмір берді. Ауыл адамдары да қажыға кәрін тігіп келген екен ғой, таныс жанды тілмәштыққа пайдаланғалы отырған-ау деп, ес ақылдары шығып жүріп, үйді де тігіп дайындап болды. Әбілмәжіндерге қажының басын әкетуге дүнгендер келіп жатыр. Шамаларың жетсе қамданып қалыңдар.
қапы қалып жүрмеңдер деген хабарды жіберіп те болды. Өйткені қылыштайшылардың қасында қару жарағы сай, байғараның құмар